бірінші адам үй салу үшін не істейміз? План құрамыз. Қалай ғой? Планды құрып, қай жағынан есік шығарамыз, қай жағынан терезе шығарамыз, қай жағынан бізге удобно өзімізге бөлмемізді дайындаймыз. Сол сияқты бізде компаниямыздың жетістіктерін, осындай табыстарын көрсете бастаймыз. Енді 3-6%-тегі лидерлердің кеңесшісіне мысалы айтатын болса, 3%-ке қалай шығамыз ең бірінші? Өзің ең бірінші 50 балыңды орындайсың, өзіңнен кейінгі келген новичокқа 50 балды орындатасың. Сонда небәрі 2 адам 100 бал жасайды. Консультант 100 бал жасайды да 50 балын әрқайсысын орындағанда 3%-ке түседі. Біздің компаниямыздан қандай табыс аламыз? 900 теңгедей несіне счетына түседі. 900 теңгеде ол да сіздерге ақша ғой мысалы. Кейбір жерде 1000 болып жатады, кейбір жерде 900 болып жатады. Ол да пайда мысалы. Ал одан кейін старший консультант деп мысалы 6% айтамыз. 6% ол қалай? Мысалы өзі 50 бал жасады, ана. Өзі 50 бал жасады. Өзінен кейін тағы 2 адам келді. 2 адамның екеуі де 50 балдан жасағанда неше жетпейді бізге ар жағында? 200 балға. 50 бал жетпейді. Тағы ізденеміз. 2 адам болады, әрқайсысы 25 балдан берсе, или болмаса бір адам 50 бал беруді, соны шақырамыз да, уже командада 200 бал болады да, уже табысымызға 3600 біздің счетымызға түсіп жатады. 3600-дің өзі сізді уже көрініп тұрады. Келесі заказ бергенде, осы 3600 теңге сізде минустап жатады. Компанияның жетістік сіздерге беріп жатырған табысы деген сол. Бастапқы проценттер 3-6%-іміз осы. Бірден алтыға шығуға бола ма? Болады. Бірақ ол үшін сіздер көбірек жұмыс жасауыңыз керек. Келген новичоктарыңызды оқытып, мән-жайын түсіндіріп, өзіне 50 бал жасатып, содан 6%-ке шығуға болады. Ерінбей келген новичогыңа айтсаң, өзің 50 балыңды жаса, артыңнан осы келген адамға 50 балыңды жасап, осындай деп түсіндіріп айтсаңдар, счетыңа ақша түсіп десе, жасауға болады әрине. Одан кейін, енді біз деген жоғары статустарға көтеріп жатырмыз жай-жайдан. 6%-тен кейін 9% керек. Лидер деп аталынып, уже 9%-ке келгенде, мана келген адам новичок шақырды ғой. Сол новичоктың артынан ол да дағы новичок шақырсын, сонда ол новичокқа жаңадан адам тіркеген үшін 1500 теңге мана бонус не береді дедік қой. Ақша береді дедік. Соны айту керек, келген новичокқа. 1500 теңге өзіңе пайда, компаниядан алатын ақша, міне 16200 деп ескертіп айтсаңыз, ол кісі жасайды. 600 бал болғанда, уже өзіңде 50 бал обязательно болу керек қыздар. Кейбір кісілер ойлауы мүмкін, 50 бал жасамай, 25 бал жасап, артындағы тіркелген адамдардың балымен 600-ге жетіп, 16200-ді алам ғой деп ойламаңдар. 50 бал жасамасаңдар, сіздер 16200 сізге түспейді. Жоғарғы наставникке өтіп кетеді. Сол үшін өзіңде 50 бал анық болу керек. Ал одан кейін старший лидер деп, мысалы 12%-ті айтамыз. 12%-ті мысалы командыңда 1000 бал орындалу керек. Командың уже тіркелген адамдардың артындағы келген новичогың бар, қатқалдан келгенің бар, солармен общий 1000 бал орындалу керек. Общий 1000 бал дегенде өзіңде жеке 50 балың болу керек бұл жерде. Жеке 50 балың болғаннан кейін уже манағы артындағы адамдарды оқытып 3%, 6% мана көрсетіп кеттіңдер ғой. Келген адамдарға өзінің маркетинг планның жөн-жосығын түсіндіріп айтсаңдар, осы жерде 1000 бал орындағанда мінекей 3600 ақша 36 мың сендерге табыс өзің көресіңдер. Уже ол жеке кабинетіңізде тұрады ол ақша. Оны наличкімен санап алмайсыңдар, бейді. 36 мың ақшаны, мана заказ бердіңіз ғой 50 бал. 50 балға заказ бергенде содан минустай қояды. Кереметтігі. 65%. 65%-ін енді сіздерге өзіңізге есептейді. Мысалы, үйге керекті нәрселерді сіздер деген бар, магазиннен алғанда, мысалы, базардан алғанда ақшаға сатып аласыңдар ғой. Ал осы жерде сіздердің компанияның өзі минустайды. Кереметтігі. Ал одан кейін енді вице-директор дейді ғой, вице-директор болғанда, мысалы, 15%-тегі адамды уже вице-директор деп атаймыз. Себебі ол уже табыс көзін көрді, мына жерде алып келатыр. Табыс көзін көргеннен кейін ол кісі жатпайды. Жата ғой сен телевизордың алдында сериал қарап десең де жатпайды. Себебі ол ары қарата
табысты көргеннен кейін жұмыс жасауға ұмтылады. Енді 15% келгенде командамен 1000 балл орындау керек бұл жерде. Командамен жеке өзіңнің 50 балың болу керек. Жеке өзіңнің 50 балың орындалмаса, бұл жерде манағы мына ақшаны сіз шотыңызға түсіре алмайсыңыз. Ол ұшып кетеді. Сол себептен өзіңнің 50 балың анық болу керек. 49 балл болып, 1 балл жетпей қалуы да мүмкін. Соны ескеріңдер. 50 балға анық жету керек. 52 болсын, мейлі 55 болсын. Мынаған әйтеуір келсеңдер, 62500 сендердің қалтаңызға келеді. Осыны бәрін айтып қойдай сосын. Старший вице-директор деп отырғанымыз бұл 19%. Уже мана командасы өсті, 15%-тен жоғарылап өсті. Сол жоғарылап өскеннен кейін мына ақшаны қалтамызға салып, мана минустап тастадық қой. Содан кейін ол уже келген новичоктарына сабағын айтып, маркетинг планын айтып, манағы 3 адам, 5 адам тіркегенде 1 адамға 1000 теңгеден табыс алатынын айтсам да, олардың уже көздері жана бастайды. Сол себептен сендер ескертіп айтып отыруыңыз керек, 19%-те уже командамен 2000 балл орындауың керек. Командамен 2000 балл орындағанда, ана өзінің 50 балың анық болу керек. Мысалы, осы каталогтың ішінде сіздер деген 50 балға жеткіздіңдер ме? 25 балды басында беріп қойып отырып, аяғына дейін 25-ті берем деп төленбей қалып отырса, онда мына ақша сіздерге жоқ. Сол себептен сіздің жаңағы 25 балыңызда, келесі екінші 25 балыңызда уже төленіп сіздің шотыңызда жабылу керек заказдарын. Ал 50 бал түгел беріп тастағаныңыз жақсы осы жерде. Себебі айтып отырғаным, 25 балдан бергенде сіз транспортныйға қосып жатқаннан көрі 50 балды сразу набирать етіп, заказдарыңызға керек заттарыңызды беріп беріп, төлеп тастаған жақсы. Сонда уже команданың өзіңіздің шотыңызда 114 000 ақша табыс түседі. 114 000 сендерге жаңа кәдімгі ауызша айтып отырған сияқты не болып көрінетін шығар. Негізінде алдым. Бір каталогтың ішінде полный 2000 балл жинап төлеп бәрін бітіру керек та? Иә. Соңғы числоға дейін төлеп 2000 балды уже сіздер деген уже отчетты қарап отырасыңдар. Мен осы басында менде деген үлкен мынандай журнал болмайды. Сол журналда тіркелген адамның барлығының тізімін жазып алдым. Регистрационный номерін жазып алдым. Ол сіздердің ертең күндердің күнінде, әй Гүлмира, менің регистрационный номерім қалай еді? Әй Жазира, менің номерім кетіп қалды, сол күннен деп отыруы мүмкін. Сол себептен сіздер өздеріңе түртіп жазып алғандарың жақсы. Сол 114 000-ға уже сіздер қалтаңызға түсті, минустайтыңыз, минустадыңыз, алатыңыз шөтіңізді осыны алу үшін компаниядан сіздер ИП ашасында отвечать етіп договорға отырасында, осы ақшаны сіздер аласыңдар. Банктен. Иә, банктен аласыңыз. Оны банкоматтан да алуға болады, или болмаса шековой книжкамен да алуға болады, или болмаса жаңағы не? Смотря қай банктан қандай шот. Иә, ол өзіңе байланысты. Иә. Сол мына 15%-тен арғарақта уже ақшаны сіз наличиемен алуыңызға болады осы жерде. Одан кейін кандидат директоры 23% уже. Мана 2000 балдан кейін командамен уже 3000 балл орындап тастадым. 3000 балл орындағанда бана айтып кеткен 50 балың анық өзіңде болу керек. 50 балың болмаса сендерге ана ақша түспей қалады. 49 балл жасап қойып жүрмеңдер, сол себептен 50 балл анық болу керек. Сонда директорге атанасыңдар. Компаниямыздың вице-директоры уже вице қосылмай, уже сіздер директор болып атанасыңдар. Енді бір жылда директорлар деген, мысалы, әр каталогта 207 000 ақшадан алып отырса, 18 каталогтан көбейтетін болса, мысалы, 3 726 000 теңге алады екенбіз. Бір жылда. Бір жылда алатын табысыңыз уже көрдіңіз, сосын алған ақшаңыздан уже үзбей 3000 балыңызды орындап, әр каталог сайын орындап түсіп қалмай, 2000 балл болып, 1500 болып, или болмаса 2500 болып, 3000-ға жетпей жатырса, онда сендерге бонус ставлений түспейді. Бонус ставлений деп отырғанымыз жылына 2 мезгіл аласында. 8 каталог сайын 2 мезгілден бұна бонус ставленийді сіздерге компанияның өзі беріп отырады. Ал квалификационный бонус деп, мысалы, тіркелген манағы сіздің адамыңыз 3000 балға орындап директорге шықтыңыз ғой.
шыққаннан кейін 8 каталогты үзбей орындайды 3000 балды. 3000 балды қатарынан 3000 балды орындап, сол неге жеткеннен кейін компания манағы 207 мыңның ақшасына 275 мың премияны қосып береді үстіне. Сонда неше аламыз? Сонда бір жылда 4 миллион. Bir жылда 4 миллион 56 мың теңге сендердің қалтаңызға түседі. 2 жыл жақсылап осылай жұмыс жасасаңыз 2 Иә. миллион аласыз ғой ақыры. 8 миллион. Негізі ниет қойып жасасаңдар, жалпы адамға ниетіне байланысты ғой. 4 миллионнан да көбірек алатындар да болады. Иә, 4 миллионнан қатып қалған не жоқ. Табысты уже сіз көргеннен кейін ары қарата сіз уже қызықтана жасалып бастайсыңдар. Қаттырақ көтеріп көрсетті. Директор партнер компаниясы 8 каталог орындап, 23%-ке 3000 бал орындағанда маркетинг планы жаңа орындап өтеміз деп айттық қой енді. Енді жеке кәсіпкер болып, уже сіздер директор болып, жаңағы ИП-ңызды ашып, осы компанияға сіз уже договорға тұрасыңдар. Сол договорға тұрғанда, уже сендер деген осы біздің компанияның жеке кәсіпкері болып атанасыңдар. Сол кезде уже сендер деген Емес, Қазақстанның жеке кәсіпкері боласыңдар. жеке кәсіпкер болып атанасыңдар. ИП-ңыз ашылады. Банағы Фаберликтің несінен сіз тапқан банағы табысыңызды алу үшін банктен сіздер счет ашасыңдар. 20 номер аласыңыз ғой, мысалы. Каждый адамның 20 номер болады, мысалы, айлықты сіздің счетыңызға ауыстыру үшін. Сол сияқты счет ашылады. Енді бонус деп, мысалы, оставленный подтверждениеде званиясы көтеріледі ғой, мысалы. Старший директор болады, серебряный директор болады, золотой директор болады. Солардың барлығын сіздің счетыңызға түсіп тұрады. Біздің компаниядан бір жақсылығы. Мысалы, сіз басқа жерде естіп көрдіңіз ба? Біздің кәдімгі үкіметтің жұмысында жүргенде аламыз, банаға декретный.